сол мемлекет беккен болады. Жақсы, аял қыздарымыз өзлерінің сұлулығы менен, мейірманлығы менен біздің тұрмысымызды безейді. Біз бағана жоғарыда аял қыздарымыз үшін ең жақсы сауға бұл не деген едік? Әлбетте көпшілік аял қыздарымыз гүлді жақсы көреді екен. Біздің қазір сюжетіміз бар еді, гүл хақында таярланған. Біргелікті тамаша етіп тамашалап, кейін сөйбетімізді давам етсек. Мархамат. Пасылар ағласы гөззалнау бахар. Байрамлар ағласы болса, шырайлы қызларымыз бенен мехрибан аналарымыздың байрамы 8 март күні. Байрамды әмме бірдей сағынып күтеді. Әсіресе хаял қызларымыз үшін барлық жігітлер сауға таңлау менен бәнд болады. Хош, кім қандай сауға інәм етпекші, біліп аламыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Байрамларыңыз бенен. Рахмет. Міне бүгін 8 март халықаралық хаял қызлар байрамы күні. Міне бүгін шаңар ағаларыңыздан қандай сауға күтпектесіз? Мен өмірлік жолдасымнан Лилия Гүл Қалимен, hamde Жүзік Қалимен. Себебі Жүзік Мұхаммад тымсалы есептелінеді. Хош, сіз не қалер едіңіз? Мен де Гүл Қалимен, себебі міне 8 март халықаралық хаял қызлардың байрамы. Хамме хаял қызларды гүлге ұқсатамыз, себебі гүлде har дайым өмірі давамында ашылып жүруін қалеймен. Мен де сол Гүл Қалимен. Міне бүгін байрамда анаңызға қандай сауға інәм етпекшісіз? Бүгін 8 март хаял қызлар байрамында анама қол сағатын сауға етпекшімен, өзім Шынкеулімнен. 8 март хаял қызлар байрамы менен апа-сіңлілерімізді, қарындасларымызды, ұстаз мұғалімдерімізді Шынкеулімнен құттықтап қаламын. Байрамларыңыз бенен бүгін байрамда қандай сауға күтпектесіз? Har bir hayal kızlarga unaytığın gül bolsa demen, mesela ondan soň milli kiyimlerimizni, bizler milliligimizni söwlelendirýän milli kiyimlerimizni, lipaslarymyzdy alsam demen. Ал сіз қандай сауға күтесіз? Kitap sovg'a qilishlarini xohlardim, chunki hozirgi paytda kitob o'qishlar kamayib ketgan, faqatgina elektron variantlarda o'qiydi. Bu ko'zga juda yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun o'zi badiiy kitoblarni o'qishda ham yaxshi deb o'ylayman. Kitob sovg'a qilishlarini xohlardim. Elimizдің hayal kızların analarımızды 8 Mart bayramымен құтлықлайман. Шаңырағына амалы, har дайым жүзлерінен күлкі кетпеги, жарқырап, сұлу болып, гоздал болып жүре берги деп тілеп қаламын. Байрамда қандай сауға інәм етпекшісіз? Анажаным үшін ажайып гүл, hamde назалы торт інәм еткім келіп отыр, ойымда бар. Хош, сіз не? Менің өзім анама гүл сауға етуді ниет етіп қойыппын. Сосын өзім ағам қалеп жүрген бір көйлек бар, соны алуды ойлап жүріппін. Осы мөнәсәбетпенен барлық анажаларымыз үшін кішігірім қосымда інәм етіп берсем. Бақта байланысқан бала менен жолыңды тосып қарар дала бөлең. Аяма бойыңдағы бар сезімді, аяла асылыңды ана деген. Сақталған баласына балқаймағы, ананы ұмытпаңдар шалғайдағы. Бір барып анашым деп құшақтасаң, әжіме азаяды маңлайдағы. Анадай болсын бізге кімдер алаң, барып қайт, бір қуансын үйдеген аң. Еш қашан шын бақытлы бола алмайды, анасын қуанталмай жүрген адам деген. Барлық анажаларымызды, аял қызларымызды, қарындасларымызды барлығын 8 март халықаралық аял қызлар байрамы менен шын жүрегімнен құттықтаймын.